Барша қазақстандықтар хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 1 маусымнан бастап Қазақстанда не өзгереді? 2025 жылдың маусымы демалыспен басталады. 1 маусым жексенбі, ал 6 маусым Құрбан айт мерекесіне орай ресми демалыс күні. Жаздың алғашқы айында елде бірнеше маңызы бар жаңалық пен өзгерістер болады. Жаңа халықаралық әуе компаниясы жұмысын бастайды. 1 маусымнан бастап Air Arabia Abu Dhabi әуе компаниясы Қазақстандағы алғашқы рейстерін бастайды. Қосымша пойыздар іске қосылады. Маусым мен қыркүйек аралығында жазғы жолаушылар легіне орай 11 қосымша темір жол бағыты іске қосылады. Смартфондарды тіркеу мерзімі ұзартылды. 25 маусымға дейін жеке тұлғалар шетелден әкелген смартфондарын тегін тіркей алады. Бұл шара жөндеуден өткен немесе ұрланған смартфондардың елге заңсыз әкелуінің жол бермеу үшін қолға алынды. Алматыда электр энергиясы қымбаттауы мүмкін. 1 маусымнан бастап Алматы қаласында электр энергиясының тарифтері қайта көтерілуі мүмкін. Мектеп бітірушілер емтихан тапсырады. 9 және 11 сынып оқушылары мемлекеттік қорытынды аттестация тапсырады. Емтихан күндері: соңғы емтихан 9 сыныптар үшін 10 маусым, 11 сыныптар үшін 16 маусым, түлектерге аттестат табыстау 18-20 маусымның аралығы. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.